Армысыз құрметті көрермен, серікті арнасында Қазалы ауданының қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев Татарстан Республикасының басшысы Рустам Миннихановпен кездесті. Кездесуде ортақ жобаларды жүзеге асыру туралы келіссөз жүргізілді. Татарстан тарапы ауыл шаруашылығы саласындағы жобаларға қызығушылық танытып отыр. Рустам Минниханов қалалар экономикалық өсу мен инновацияның қозғаушы күшіне айналатынын, халықаралық ынтымақтастық, тәжірибе алмасуға ықпал ететінін атап өтті. Айта кетейік, Татарстанға сапары барысында Нұрлыбек Нәлібаев Қазағандағы әйгілі Кулшариф мешітіне барды. Одан кейін Ақбар спорт кешенінде балуандар бәсекесін тамашалады. Сондай-ақ Нұрлыбек Нәлібаев Татарстан Республикасы раисының қатысуымен өткен БРИКС плюс елдері қалаларының халықаралық форумында өңірдің инвестициялық мүмкіндіктерін таныстырды. Форум аясында Елабуга муниципалды ауданымен бауырластық қатынас орнату туралы өзара түсіністік меморандумға қол қойды. Елабуга ауданында Еуропадағы алдыңғы қатарлы Алабуга арнайы экономикалық аймағы орналасқан. Осы құжат шеңберінде Алабуга арнайы экономикалық аймағымен ынтымақтастық орнатып, тәжірибе алмаспақ. Татарстаннан оралған Нұрлыбек Нәлібаев аптадағы жұмысын құрылыс нысандарын аралаудан бастады. Қорқыт-Ата әуежайындағы кіреберіс автомобиль жолын қайта жаңарту жұмысымен танысты. Мердігер Қыран компаниясы ұзындығы 13,5 шақырым, ені 14 метрлік жолда бір жылда салып бітіруді жоспарлаған. 4 қабатты жол жабындысы төселген соң, жарықшамдар мен аялдамалар орнатылады. Құрылыс жұмыстары сапалы болуы шарт, мерзімінде қолданысқа берілуі тиіс. Сонымен қатар облыс әкімі Рәміздер алаңы аумағындағы жол жөндеу барысымен де танысып, барлық талаптың сақталуын қаперге салды. Нұрлыбек Машбекұлы Жанарай агроиндустриялық кешеннің жұмысын көрді. Аталған кешен күріш өндірісі мен күріш жармасын халықаралық стандарттар бойынша өңдеумен, түйіршіктелген жем өндірумен айналысады. Жем зауытының қуаттылығы тәулігіне 80 тонна. Күріш өңдеу зауытының қуаттылығы күніне 150 тонна. 1500 тонналық жеміс сақтау қоймасы, сыйымдылығы 1120 тонна тоңазытқышы бар. Ет өңдеу және жем зауытында 200 адам жұмыс істейді. Аймақ басшысы Ордаглас ЛТД шыны зауытындағы жаңа желінің жұмысымен де танысты. Зауыт іске қосылғалы бері 27,3 миллиард теңгенің 20,8 миллион шаршы метр шыны өндірілді. Әрі қарай өңір басшысы жылу электр орталығының құрылыс алаңына барды. Бүгінде инвестор Акса Энерджи түрік компаниясы құрылысқа 70 миллиард теңгеден астам инвестиция салды. Негізгі қондырғыларды дайындау үшін шетелдік компанияларға тапсырыс берілген. Нысандарды аралау кезінде Далатекс тігін фабрикасының жұмысымен танысты. Ерлер жейдесін тігетін цех 2016 жылы жұмысын бастаған. 2 жыл ішінде өнім түрі көбейіп, қуаттылығы жылына 120 мыңға, жұмыс орны 90-ға жетті. Әрі қарай аймақ басшысы қан орталығына барды. Осы кезге дейін жеке ғимараты болмаған облыстық қан орталығы жақын күндері ел игілігіне табысталады. Оның құрылысына республикалық бюджеттен 2 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінген. Елімізде орын алған су тасқыны кезінде ерен еңбегі үшін төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы жерлесіміз Еркін Әмірханов мемлекеттік награда ерлігі үшін медалімен марапатталды. Су тасқынының салдарын жою және алдын алу жұмыстарына Қызылорда облысынан 102 жеке құрам, 12 бірлік техника, 30 бірлік мотопомпа, 8 жүзу құралы аттанған болатын. 80 күннен аса іс-сапарда болған қызылордалық құтқарушылар Қостанай, Ақтөбе, Орал және Атырау облыстарына кезек күттірмейтін және авариялық құтқару жұмыстарына белсенділік танытты. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жанқиярлығы мен еңбегі үшін төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы жерлесіміз Әмірханов Еркін Қалдыбекұлын мемлекеттік награда ерлігі үшін медалімен марапаттады. Еркін Әмірханов азаматтық қорғау органында 12 жыл қызмет өтілі бар маман. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы. Осы жылдар ішінде ол қызметін абыроймен атқарып келеді. Алдарыңызда бүгінгі күннің батыры, мемлекет басшысының қолынан ерлігі үшін медалін алған Әмірханов Еркін Қалдыбекұлы отыр. Қазіргі таңда Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағы республикалық мемлекеттік мекемесінің құтқару бөлімшесінің бас құтқарушы лауазымын абыроймен атқарып келеді. Президенттің қолынан ерлігі үшін медалін алдым. Рахмет. Өте қуаныштымын.
елбасымыздың қолынан, ақордадан бар. Өзіміздің мынау төтенше жағдайлар департаментіне де рахметімді айтамын. Біздің еңбегімізді бағалап, ұсынып атқандарына. Елімізде жыл сайын 600 әйел жатыр мойны обырынан көз жұмады. Ал мұндай диагноз 1800 әйелге қойылады екен. Репродуктолог мамандардың мәліметінше қазір елде әйелдердің 60% сәби сүйе алмай бедеулікпен күресіп жүр. Жиында жұртшылық сарапшыларға көкейкесті сұрақтарын қойып, маңызды ақпарат ала алды. Кездесуде қауіпті вирус, екпенің маңызы, репродуктивті денсаулық тақырыптары кеңінен қозғалып, жас мамандарға түсіндірме жүргізілді. Барлық бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету ұйымдарында ашық есік күндері жүргізіліп жатыр. Енді ол осы Қызылорда қаласы бойынша да, аудан орталықтары бойынша да жүргізілуде. Ашық есік күнінде қажетті мамандардан кеңес алуға болады. Қызылордада облыс әкімінің кубогы үшін шағын футболдан бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында республикалық турнир өтті. Тартысты ойын туралы келесі бейнематериалда. Алатау баламанына Талдықорған, Шымкент қалалары мен Түркістан, Атырау, Ақтөбе және Қызылорда облыстарынан 8 команда бақ сынасты. Айта кетейік, аталмыш футбол Сыр өңірінде 3-ші мәрте ұйымдастырылуда. Шараның басты мақсаты бақ қызметкерлері арасында әріптестік және достық қарым-қатынасты нығайту, салауатты өмір салтын насихаттау және бұқаралық спортты дамыту болып табылады. Республикалық турнир болғанда біз қуаныштымыз, себебі әр облыста бір турнирдің болып тұруы бұл заңдылық. Бізде Талдықорғанда енді өздеріңіз білесіздер, Бейсен Құрабек ағамыздың турнирі жылына бір рет болады. Сондықтан да әр қалада маңыз бар бір турнир болып тұру бұл заңдылық деп санаймыз. Енді бүгін 8 команда жиналды дейді, Аллаға шүкір, көбісі аймақтардан дейді, ол өте қуантады. Бәріне сәттілік тілейміз. Тартысты ойын көрсеткен Қаракет, Ақпарат, Ақмешіт және Қаламгер командалары жартылай финалға шықты. Нәтижесінде Қаракет командасы Қызылорда облысы әкімінің кубогы үшін өткен турнирдің чемпионы атанды. Талдықорғандық команда облыс әкімінің арнайы кубогымен, медальмен және 1 миллион теңге қаржылай сыйлықпен марапатталды. Екінші орын алған Атыраулық Ақпарат командасына 700 мың теңге, қола жүлдегер атанған Қызылордалық Ақмешіт командасына 500 мың теңге, Қаламгер командасына 150 мың теңге ынталандыру сыйлығы табысталды. Журналистер арасында біз Қызылорда Ақмешіт командасы 2013 жылы құрылды. Біздің ағамыз Ержан Байтілес осы Егемен Қазақстан газетінің облыстағы тілшісі болды. Меншік тілшісі, сол кісі осы команданы құрып, алғаш республикалық жарыстарға бардық. Сол жақтан тәжірибе жинадық, әріптестермен таныстық. Сол таныстықтың аясы міне осы Қызылордада турнир өтіп жатыр 3-ші жыл қатарынан. Бұл енді біз мақтанышпен айта аламыз. Сондай-ақ үздік шабуылшы, үздік қақпашы және үздік ойыншы номинациялары бойынша озық ойын көрсеткен қатысушыларға арнайы кубоктар және қаржылай жүлделер табысталды. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Асаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктік арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыз.